Админ Анон, сіздермен сырымды бөліссем деймін. Жасым 16-да, осыдан 5 ай бұрын бір жігітпен таныстым. Өзіме ұнады. Мен онымен жүрдім, қазірде жүріп келемін. Үй іші бар, білет, менің де үйім білет. Оны қатты қызғанамын, сүйемін. Ендігі мәселемен ол жігітпен әлі де жүріп жатырмын. Кездеміз машинасымен келеді. Сол кезден бастап маған жабысады, бірақ жатқан жоқпыз. Ештеңе болған жоқ, тек киімімен ғана істейді. Соның маған зияны жоқ па? Мен ешкімнен сұрай алмаймын, қысыламын. Жігітім солай маған істеп жатқанда, мен оны итеріп жіберіп, кейде күш бермей істетпей де қоям. Кейде өзі бар күшін салады, мен қойшы деп істеткізбесем, маған келіп айқайлайды, мен не сені зорлап жатырмын ба деп, бірақ мені қатты жақсы көретініңе, пайдаланып жүрмегеніне сенімдімін. Оны өз алдына бөлек дәлелдеді. Каждый кездескен сайын солай киімімнің сыртынан істейді. Осы жақында мен айттым, осылай жүргенде біз бір күні жатып қоямыз деп. Ол егер жататын жағдай болып жатса, мен өзімді тоқтата аламын, сен ұрып жібер дейді. Оны таста демей ақ қойыңыздаршы, тек онымен қалай сөйлесу керектігін жазсаңыздар. Маған артық сөз керек емес, ойым шашыраңқы. Пікірлеріңізді жаза кеттіңіздер.